Барлықтарыңызға сәлем. Таңғы асқа немесе полдникқа идеальны болатын осындай тортилья лепешкаларымен жасалатын ПП quesadilla дайындайтын боламыз. Ингредиенттердің барлығының мөлшерін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сарымсақты ұсақтап, кубиктап тураймыз. Полугорки перецті, тәтті бұрышты барлығын ұсақтап осылай турап аламыз. Тауықтың етінде ұсақтап тураймыз. Осылай кішкене төртбұрыштап турадым. Начинкасын дайындап болғаннан кейін мен тұздығын да дайындап қойдым. Тұздыққа әртүрлі көкөністерді қоса берсеңіз болады. Менде перец фетофоры, полугорки перец, қызыл пияз және де помидор қостым. Бұлардың барлығын тым ұсақ қылып тураймыз. Тұздыққа барлығын турап аламыз. Дәл осындай мексикандық лепешка quesadillаны мен кофебумнан заказ беріп жүргенмін. Дәл соған ұқсатып жасадым. Тек менде ПП версиясы, ешқандай майға қормай жасайтын боламын. Тұздығымызды турап алғаннан кейін үстіне зелень қостым, оливковый май қостым, тұз және паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Сковородканы орташа отта қыздырып, алдымен пиязды саламыз, кішкене араластырып, одан кейін үстіне тауық етін салып, араластырып, бетін жауып, кішкене бұқтырамыз. Шамамен 7-8 минут бұқтырылғаннан кейін дәміне қарай тұз және бұрыш қосып, тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Тағы 1-5 минут бұқтырылғаннан кейін тәтті бұрыштарды қоса беруге болады. Тәтті бұрыштарды қосып араластырамыз. Одан кейін мен томаттың орнына барилла деген соусты қостым. Егер ондай барилла соусы жоқ болса, кәдімгі помидорды қолдансаңыз болады. Барилла соусынан 2-3 ас қасық қосып жақсылап араластырамыз. Мен салмақ тастау кезінде осы барилла соусын жиі пайдаланамын, соус ретінде және томат пастасының орнына. 2-3 минуттан кейін кукурузымызды салып араластырып, оттың астын өшіреміз. Біздің начинкамыз дайын, енді тек лепешканы жинау қалды. Егер тортилья лепешкасын табу қиын болса, онда обычный лаваштан да дайындауға болады деп ойлаймын. Лепешканы алдымен осылай қоямыз. Греческий йогурт жағып жердім астына, бетіне сыр себемін. Одан кейін жаңаға начинкамызды салып, жақсылап жайып шығамыз. Начинкамызды салып алғаннан кейін бетіне тағы да сыр сеуіп, екінші лепешкамен бетін жабамыз. Егер грильница жоқ болса, онда сковородкаға да екі бетін қыздыруға болады. Мен грильницаға жасаймын. Грильницаны 180 градусқа қыздырып, лепешкаларымызды салып, 3-4 минутқа басып аламыз. Беті қызарғаннан кейін біздің quesadilla лепешкаларымыз уже дайын болады. Сковородкаға дайындасаңыз дәл солай, екі беті қызарған жағына ұстайсыз. Біздің лепешкаларымыз дайын. Енді кесетін боламыз. Егер сізде мен сияқты салмақ тастап жүрген болсаңыз, осылай арасында өзіңізге дәмді осындай лепешкалар дайындауға кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Мен өзім дайындайтын әр түрлі ПП рецептермен бөлісіп отырамын.